Сәлем қыздар, сіздермен бүгін өзбек халқының тағамы маш хорда істейміз. Маш көже бізде дәмді өте керемет болып шығады. Ал менімен бірге болыңыздар, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Мінекей бізге керек заттар. Барлығын көп турап алдық. Мінекей қызып тұрған майға пияз бен етті және сарымсақты бірге салып қуырып алдым қыздар. Мен қаласаңыздар бөлек қуырсаңыздар да болады. Міне сәбізімізді салып қуырдым. Жақсылап 5 минуттай қуырып аламыз. Сосын міне картопымызды салып, картошкамызды салып қуырамыз. Міне менде домашний томат қыздар, тұз, қалауларыңыз бойынша бұрыш және түрлі дәмдеушілер салсаңыздар болады қыздар. Жақсылап қуырып аламыз. Қыздар, қуырып болған соң мен машымды бірге қуырамын. Мінекей маш. Жақсылап қуырып аламыз. Әрине қыздар, машты да, күрішті да барлығын алдын ала жуып алдым. Жуып қоясыздар. Енді мінекей 2 литр су құйдым. Суым жақсылап қайнаған соң қыздар, мінекей осколгымды салып бір қайнатып аламыз. Сосын баяу отпен машымызды пісіріп аламыз. Мінекей дәл осылай жарылуы керек қыздар. Енді күрішімізді саламыз. Мінекей күрішті көп салмаймыз қыздар. 15 минутта дайын болады. Қыздар, менімен бірге болыңыздар. Бұдан да күшті рецепттер салып отырамын.